Жалпы енді ата заңға енгізіліп жатқан өзгерістермен толық таныспыз. Ең бірінші айта кететін мәселе ол супер президенттік басқарудан парламенттік президенттік басқару жүйесіне өту мәселесі өте қонымды. Жалпы енді Қазақстанның азаматы болғаннан кейін осы өзгерістердің қандай өзгеріс болатыны адамды ойландырды көп. Сондықтан барлық енгізіліп жатқан өзгерістерге жеті мән беріп, түгел таныстық. Екінші бір мәселе айта кететін, ол жаңа бір палаталы парламенттің құрылтайдың құрылуы. Ол дегеніміз халықтың мүддесін білдіретін жоғары заң шығару бастамасына ие орган болып табылады. Ол да біздің қуаныш ұялатып жатыр өзіміздің жанымызға. Жалпы айтқанда өзгерістер барлығы да халықтың игілігі үшін жасалып жатқан дүниелер. Сондықтан іске асыруға алдағы уақытта жұмыстанамыз деген ойдамыз.